Шетелдік тағылымдама, новаторлық менеджмент моделі. Осындай атаумен нөмірі 174 мектеп гимназиясында қалалық семинар өтті. Семинарға қаланың 8 ауданынан директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарлары, ұстаздар жиналды. Шара барысында мектебімізде ашылған медиа студия, жаңартылған кітапхана және тағы да басқа нысандар қонақтарға таныстырылды. Мәжіліс залында бастау алған шараның басында Наурызбай аудандық білім бөлімінің басшысы Құсайынова Салтанат Амангелдіқызы сөз алды. Мектеп директоры Арнагүл Сырасқызы Жапония, ақш, Сингапур тәжірибелерін негізге алып, тағылымды баяндамамен шараны ашты. Мектеп гимназияның ұстаздары құзыреттілік, soft skills, article space, edtech, stakeholder, IT құралдары тақырыптарында сөз сөйледі. Семинар қызықты әрі тағылымға толы болды дейді шара қатысушылары. Бүгінгі мына семинарлар шетелдік тағылымдама, новаторлық менеджмент модель деген қалалық семинарға келдік. Семинардан аларымыз көп болды. Сіздердің мектептеріңізде жалпы кәсіптік бағдар деген өте жақсы жолға қойылған екен. Маған сол өте қатты ұнады. Өзіме бір идея деп түртіп алдым. Қазақстандық білім беру жүйелері, шетелдік білім беру ордалары туралы жақсы ақпараттар арналған сіздерде сайт бар екен арнайы. Ергеш Нұрсұлтан ағайдың презентациясы ұнады. Аларымыз көп болды. Бүгінгі шетелдік тағылымдама деп аталынатын 174 мектепте өткізілген семинардың тәрбиелік мағынасы өте зор болды. Өткен себебі бүгінгі тақырып күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі деп есептеймін. Себебі қазіргі уақытта жастардың арасында еңбекке деген құштарлық төмен. Яғни осы бастаманы әрі қарай жалғастыру керек деп ойлаймын. Өткен себебі еңбек бар жерде білім болады. Осы семинарды ұйымдастырған мектеп басшысы және бұл жерде мектептің әкімшілігі, одан кейін директордың оқушы жөніндегі тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, одан кейін мұғалімдер тұр ғой бұл семинарда. Сондан осыны ұйымдастырған үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар семинарда мектеп оқушылары да сөз алды. Олар қызықты жобаның таныстырылымын жасады. Жалпы мұғалімдердің жұмысы тек қана балаға білім беру ғана емес, сонымен қатар әртүрлі бағытта дамып отыру, тек қана білім беріп қана шектеліп қоймай, жаңа технологияларды меңгеру саласында олардың өте үлкен еңбек сіңіретіндігі туралы көбірек ақпарат білдік. Және де көптеген завучтер жаңағы қала бойынша завучтердің алдында сөз сөйлеу бізге өте үлкен бір experience болды. Бүгінгі семинар бізге өте жақсы әсер қалдырды. Біз бұл семинарда өзіміздің командамызбен жасап шығарған смарт лев жобамызды құрған болатынбыз. Жалпы кішкене қобалжу болды. Шара өте жақсы өтті, бізге бәрі ұнады. Бұл семинар мұғалімдер мен оқушылар үшін жаңа идеялар мен инновациялық әдістерді игеруге үлкен мүмкіндік берді. Нөмірі 174 мектеп гимназиясы осындай заманауи шаралар арқылы білім беру саласындағы көшбасшы екендігін тағы да дәлелдеді. Әбдірахман Қайрат, Алуа Тұрлыбек, Ниш 174.